Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қазақ тіл пәнінен өтетін тақырыбымыз сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Мақсаты: сөйлеу мәдениетін сақтау, диалог құра алу, сөзін жүйелі түрде жоспарлай алу және сөйлеу мәдениетін сақтай білуіміз қажет. Сөйлеу мәдениетінің өзі екіге бөлінеді: ауызекі тіл мәдениеті және жазба тіл мәдениеті. Ауызекі бұл сөйлесу кезінде адамдардың бір мінез құлқын көрсетуі. Ал жазба тіл мәдениет дегеніміз жазу арқылы белгілі бір жүйеге түскен жазу дәстүрі. Есте сақтайық, сөйлеу мәдениет дегеніміз сөздерді дұрыс және орынды қолдану. Тіл болмаса адам өз ойын екінші біреуге жеткізе алмас еді, және де біреудің ойын түсіне алмас еді. Енді оқушылар, бүгін біздер сабағымызда 56-59 жаттығуға дейін орындаймыз. Енді мына 56 жаттығудағы өлеңді мұқият тыңдайық. Бүгін қыркүйектің 24-і деп күннің жазын дұрыстап жазамыз. Содан кейін сынып жұмысы деп мына 56 жаттығуды орындаймыз. Енді өлеңді мұқият тыңдаңыздар. Жылы жүрек тәтті тіл, берекені берер біл. Ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың өлеңі екен. Енді осы өлең туралы не туралы? Ат қоясыздар сіздер. Және де қарамен жазылған сөздердің антонимдік тіркестерін тауып көрейік. Жылы, тәтті, ащы, жұмсақ деген сөздердің біз антонимін табамыз. Яғни білеміз ғой антоним дегенімізді. Бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антонимдер дейміз. Енді ащы сөз деген тіркеске қарайық, сөз тіркесіне. Ол қандай тіркес екен? Яғни ауыр, нашар сөздер айту екен. Осындай арамызда бір дөрекі сөйлейтін балалар бола ма? Болады. Енді осындай балалар болса, біздер не істеуіміз керек? Оларға ызаланбай, жұмсақ айтып, жай айтып түсіндіруіміз қажет. Мысалы, меніңше сенің айтқаның дұрыс болмады, мүмкін бұлай болса дұрыс болар еді деп, өздеріміз оны жай ақырындап, сыпайылап түсіндіруіміз қажет екен. Түсінікті ғой, осыны жақсылап, әдемілеп, көшіріп жазып, орындап, антонимдік тіркесін табамыз. Ары қарай келесі. 58-ші жаттығудағы қазір мен оқып берейін. Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы. Яғни екі адам сөйлесіп жататын болса, біздер бірден өз ойымызды айтып, сөйлеп кетуімізге болмайды. Ол үшін қатты айту міндетті болса, кешіріңіз, ғапу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын, сөзіңізді бөлуге бола ма деген сөздермен айтып рұқсат сұраған жөн. Яғни бұл әдептілікті білдіреді. Яғни біз қасымыздағы адамдарды сыйлауымыз қажет. Енді мына суреттегі балаларды қарайықшы, қай баланың істеген қылығы дұрыс емес, қай баланыкі дұрыс деп ойлайсыздар? Иә, оң жақтағы баланың істеген іс-әрекеті қате, яғни ол үлкен адамға орын берген жоқ. Ал мына сол жағымыздағы бала атаға орын берді. Міне біздер қоғамдық көліктерге отырған кезде үлкен адамдарымызды сыйлап, оларға орын беруіміз қажет. Енді сіздерге оқушылар үйге тапсырма берем. 59-шы жаттығу. Мұнда көңіл-күйлі біздер мен олардың атауларын сәйкестендіреміз. Жақсы оқушылар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар. Үйдің тапсырмасын орындап, оқитуске жүктейсіздер.